Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен бірге 6-шы сынып Арман ПВ 3-ші параграф тіл қазынасы тақырыбында сабақтарды ГДЗ-дан алынған жауаптарымен шығаратын боламыз. Алдағы уақытта егер белсенділіктеріңіз жоғары болатын болса, онда жазбаша түрде өзіміздің нұсқамызда жиі үзбей салып отыратын боламыз. Сондықтан міндетті түрде тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Бірінші тапсырма бойынша мына сұрақтарға мәтінді оқып, астындағы сұрақтарға жауап беру керек. Екіншісінде мәтіннен тіркес екпініне 8-10 мысал жазу керек. Яғни бағана оқыған мәтіннен мысал көк төбітті айтып көріңіздерші. Төбіт әрпі жазғанмен әрпі естіледі. Көркем тіл деп айтылады. Енің орнына әрпі естіледі. Тас түлек дегенде түлек болып естіледі. Және шырақ алып қ-ға естіледі. Балапан құс деген кезде қының орнына әрпі естіледі. Үшінші тапсырмада тіл мерекесіне орай қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі пәндеріне сабақ беретін мұғалімдерге 3 тілде құттықтау хат жазу керек. Бұл жерде астында мысал келтірген, немесе құрметті қазақ тілі апай деп аты жөнін жазып, оған сізді тілдер мерекесіне орай құттықтаймыз. Сіз қазақ тілінен ерекше беретін ерекше мұғалімсіз. Сіздің арқаңызда ережелерді оңай түсініп, қазақ тіліне деген махаббатымыз одан сайын арта береді. Тіл мерекесінде сізге тілейтінім денсаулық, жұмысыңызға табыс тілеймін деп кәдімгідей күнделікті құттықтау хат сияқты, туған күндегі тілектер сияқты соған ұқсас етіп жазып шығуға болады. Келесі 4-ші ана тіліне байланысты ғибратты сөздерді оқып, өз пікірлеріңді ортаға салыңдар. Бұл жерде Василий Радловтың, Мүсіреповтің, Айтматовтың қанатты сөздері, нақыл сөздері берілген. Осыларға қарап отырып, өздеріңіздің осы ана тілі туралы не ойлағанын жазып шығуға болады. Бұл жерде сіздерге ықтимал жауап ретінде жауабы көрініп отыр. Дәл осылай жазу міндетті емес. Және 5-ші осы ана тілінің адам өміріндегі маңызын кубизм әдісіне талдау керек. Яғни суретте қазақ тілінің қазіргі жай-күйін суреттейсің, мысалы қоғамда қалай болып жатыр. Және 6-шы мына тапсырмада эссе жазу керек. Герольд Бельгер туралы ұлт жанашыры деген тақырыпта. Ол туралы білмесек, интернет дерек көздерінен қарап, оның кім болғанын, не істегенін, қандай әрекеттер жасағанын талдауға болады. Осымен біздің кішігірім талдауымыз аяқталды. Алдағы уақытта белсенділіктеріңізге қарай үй тапсырмасының жауаптарын толық түрде шығаратын боламыз. Сондықтан әзірге біз бақылау үстіндеміз. Қай сыныптың белсенділігі жоғары болса, сол сыныптың кітаптарына көп талдау жасайтын боламыз.